Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі дүние жүзі тарихы сабағымыздың тақырыбы неліктен креш жорықтары ұйымдастырылды. Бүгінгі сабақта картада оқиғаларды даму динамикасында белгілей отырып, бірінші-төртінші жорықтар мысалында креш жорықтарының себеп салдарын анықтаймыз. Және бүгінгі сабағымыздың зерттеу сұрағы креш жорықтарының қандай себеп салдары болды. Жалпы креш жорықтарына келетін болсақ, креш жорықтары деп 11-13 ғасыр аралығындағы Европа феодалдарының таяу шығысқа, яғни Сирия, Палестина, Мысыр, Кипр аралы, Балқан түбегі және Кіші Азияға жасаған жорықтарын атаймыз. Бұл жорықтар 1096-1270 жылдарды қамтыды. Енді креш жорықтарының саяси себептерін үш топқа бөлуге болады. Саяси себептеріне келсек, түрік селжұқтардың таяу шығысты жаулап алуы, Византияның ауыр жағдайы, император Алексейдің папа екінші Урбаннан көмек сұрауына келіп соқтырды. Екіншіден, әлеуметтік экономикалық себептеріне келсек, батыс Еуропадағы тоқырау. Феодалдар арасында жер тапшылығы шығыста жаңа жерлерді игеруге итермеледі. Үшінші, бұл діни себептер. Католик шіркеуі шығыс шіркеуін өзіне бағындырғысы келді, және де Иса пайғамбар жерленген Иерусалимді өздеріне қайтарып алуды көздеді. Жалпы креш жорығының саны 8, оның 5, 6, 7, 8 жорықтарының саяси маңызы болмады. Бірінші креш жорығына тоқталсақ, 1096-1099 жылдарды қамтыды. Екінші Урбан папа 1095 жылы Клермон, Франция жеріндегі қалада халықты Византияның түрік селжұқтарына қарсы күресуге және Иса пайғамбар жерленген Иерусалимді азат етуге шақырды. Папаның үндеуін қабыл алғандар өздерінің қасиетті жерге христиан жауларына қарсы жорыққа аттанушылармыз деп үстерінде киімдеріне қызыл матадан жасалған крест белгісін тігіп алады. Сөйтіп 1096 жылы Франция мен Германияның ондаған кедей шаруалары киелі жерге аттанады. Оларды солтүстік Францияның Амин деген елді мекенінен шыққан Петр Пустынник және кедейленген франциялық рыцарь Вальтер Галяк пен дінбасы ботшылар көмектесті. Кедейлер жасағы Византияға жетеді. Император Алексей Камен оларды Босфор бұғазы арқылы Кіші Азияға аттандырады. Бірақ та оларды түрік селжұқтары қарсы алып, сол жерді тас-талқан етіп жеңеді. Константинопольді, оларға көмекке келген батыс Европа феодалдары Константинопольді жаулап алып, тонап, талан-тараж жасалады. Сөйтіп крешшілер мына кездегі Эдесса аймағын, Антиоха, Триполи, Иерусалим аймағында өздерінің 4 түрлі мемлекеттерін құрады. Екінші креш жорығы 1947-49 жылдарды қамтыды. Палестина мен Сирия халықтары басқыншы крешшілерді жек көрді. Оларға өз күрестерін тоқтатпады. Сөйтіп басқыншылар жау елде үнемі қауіп-қатерде өмір сүрді. Франциядағы Клермон монастырының аббаты Бернар христиандарды қолына қару алып, қайтадан Палестинаны азат етуге шақырды. Бұл шақыруды француз королі 7-ші Людовик және неміс императоры 3-ші Конрад қабыл алып, сөйтіп 1147 жылы екінші креш жорығына аттанды. Қатысушылары корольдар мен феодалдар. Бұл креш жорығының нәтижесі өте сәтсіз аяқталды. Кіші Азиядағы түрік селжұқтары оларды тас-талқан етіп жеңіп қуып шығады. Келесі бізде үшінші креш жорығы бұл 1189-1992 жылдарды қамтыды. 1987 жылы Египеттің сұлтаны Салахаддин Иерусалимді басып алуы Европа феодалдарының үшінші креш жорығының бастауына түрткі болды. Бұл жорыққа Германия императоры 1-ші Фридрих Барбаросса жеңіл сақал, Англия королі арыстан жүректі Ричард I, Францияның королі 2-ші Филипп Август рыцарьларды бастап қатысады. Қатысушылар шаруалар мен рыцарьлар, нәтижесі сәтсіздікпен аяқталды. Өйткені үш мемлекеттің басшыларының арасында бірлік болмады. Иерусалимді қайтаруға Фридрих I Барбаросса 3-ші креш жорығының басында суда өтуде суға батып кетеді де, ал әскері тарап кетеді. Сөйтіп Салахаддин Сирия мен Палестина жерінен кресшілерді толық қуып жетіп, Иерусалим қайтадан мұсылмандардың қолына көшті.
Төртінші крес жорығы 1204-1212 жылдарды қамтыды. 1204 жылы крес жорығын 3-ші Иннокентий папа ұйымдастырды. Олардың ең бірінші көздегені Египет болатын, бірақ та кресшілер қасиетті, осы Египетке кресшілер қасиетті жерге теңіз арқылы бармақ болып, Венециядан кемелер жалдады. Қатысушылар феодалдар мен рыцарьлар болып табылады. Нәтижесінде Венеция көпестері кресшілерді өз мақсаттарына пайдаланып, оларды Константинопольге бағыттап, ол жерді талан-таражға салып, тонап, қаланы өртеп, сол жерде өздерінің мемлекеттерін құрады. Ол мемлекет Константинополь жерінде Латын империясы деп аталды. Ол Латын империясы 1261 жылға дейін өмір сүрді. 1267 жылы византиялықтар ол жерді қайтадан өздеріне қайтарып алды. Жалпы енді крес жорықтарына біз сипаттама берсек, бұл крес жорықтары Батыс Еуропа елдері тарапынан жүргізілген әділетсіз басқыншылық соғыстар болып табылады. Салдарына тоқталайық енді. Крес жорықтарының салдары дүниежүзілік өркениеттің дамуына едәуір кедергі келтірді. Еуропа шығыс елдерінің шаруашылығы, мәдениетіне зиян келтірді, өнер туындылары қирады, кітаптар, құнды деректер жойылып кетті. Сонымен қатар бұл крес жорықтарының жақсы жағы да болды. Жерорта теңізі маңында сауданың дамуына ықпал етті. Батыс пен шығыс арасындағы өзара мәдени, шаруашылық, сауда байланыстарын орнатты. Сонымен қатар кресшілер шығыс елдерінен тамақ алында қол жууды, моншаға түсуді, төсек орындарын ауыстыру, ас ішкенде шанышқыны пайдалануды және де жаңа егіс дақылдары күріш, лимон, өрік, қарбыз өсіруді үйренді. Енді балалар осы өтілген тақырыптарды қайталау барысында EducaPlay платформасындағы бақа әдісі бойынша бірінші тапсырманы орындап көрейік. Бұл викториналық сұрақтар болып табылады, 8 сұрақтан тұрады. Викториналық сұрақтарға назарларымызды аударайық. Бірінші сұрақ: крес жорығын аттауды бастаған Рим папасы, ол бізде екінші Урбан. Екінші сұрағымыз: кресшілердің жерорта теңізінің шығысында құрған мемлекеттердің ішіндегі ең бастысы, ол бізде бағана айтылып кеткенде Иерусалим корольдығы. Үшінші сұрағымыз: 1189-1192 жылдары үшінші крес жорығын жасаған елдер, ол әрине бізде Германия, Англия, Франция. Келесі: бірінші крес жорығының басталуы қай жылы болды? Бірінші сабақта айтылғанымыздай 1096 жылы. Келесі сұрағымыз: крес жорықтары қай ғасырларда өтті? Әрине ол 11-13 ғасырларда. Келесі сұрақ: 1187 жылы Египет сұлтаны Салах ад-Дин кресшілерді қай жерден қуып жіберді? Палестина мен Сириядан. Келесі сұрағымыз: крес жорықтары кезінде қандай діндер арасында қақтығыс болды? Я, балалар, дұрыс айтасыңдар, христиан және ислам діндері арасында. Соңғы сұрағымыз: кресшілердің тонаушы, басқыншы екені анық байқалған жорық, бұл бізде 4-ші жорық болып табылады. Ал балалар, назарымызды енді екінші тапсырмаға аударайық. Бұл тапсырмада картадағы крес жорықтардың реттілігін тауып көрейік. Ойланып көрейік, балалар. Я, балалар, өте дұрыс топтастырдыңдар. Картаның реттілігін дұрыс тауыптыңдар. Ал балалар, бүгінгі сабақ осымен тамам. Енді үйге тапсырма берейік. Үйге тапсырма: екі тұжырымды таңдайсыңдар. Еуропа көбірек өзгерді, мұсылман әлемі көбірек өзгерді. Осы екі тұжырымның біреуін таңдап, 70-80 сөзден тұратын эссе жазып келесіңдер. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет.